Күн бойы ұлттық өнерімізді терең тамырын танытылып, шеберлер тәжірибе бөлісіп, жас буын тағылым алды. Бүгін осы тағылымды шараның қорытынды сәті. Ендеше фестивальді қорытындылау үшін сөз кезегін Қолөнер Оршық Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Кардинова Бибігүл Лаубайқызына береміз. Қошеметтеріңізді ұтпаймыздар. Рахмет. Ал енді құрметті қолөнершілер, міне неше күн болды осы жерде біз алтын, алаша, күміс, кілем деп осындай үлкен екі тақырыпта фестивалімізді бастаған болатынбыз. Бүгін міне өз мәресіне жетті. Әрине, бұл жерде біз өзіміз халықтың ішіне шығып, жана жыр болып жүрген әрбір аналар қандай рекорд көрсетсе де, қандай номинациялар болса да, ЮНЕСКО-ға кіріп жатсақ та, барлығы осы ақжаулықты аналар, сіздердің көмектеріңіз, сіздердің еңбектеріңіз, осы қолөнеріміз өлмесін, салт дәстүріміз сақталсын деп жүрген аналарға, сіздерге бүгін өз атымнан мың алғыс айтамын. Ал енді өздеріңіз білесіздер, бізде әзірше ешқандай демеушілік жоқ. Сондықтан ұйымдастырған тек қана 3 адамға ғана осы жерде